Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қайнатуды қажет етпейтін огонек дайындайтын боламыз. Кейбір жерлерде кобра деп те атайды. Ол үшін бізге осындай дәмді, етті помидор қажет болады. Одан соң чеснок, болгар бұрыштары. Мен бұрыштың екі түрін алдым. Помидорларымызды ет тартқыштан өткізетін болғандықтан осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Болгар бұрышында осындай бөліктерге бөлеміз. Одан соң мен жартылай ащы бұрышты алдым. Енді заттарымызды осылай ет тартқыштан өткереміз. Мен бірінші сарымсақпен болгар бұрышын өткеріп алдым. Осы полугорки бұрышының орнына ащы бұрыштан 1-2 дана қоссаңыз да болады. Енді помидорларымызды ет тартқыштан өткереміз. Мен 8 кг помидор алдым. Осы огонегімізға осындай аспирин қосамыз. Осылай езіп алыңыздар. Помидорымыздың бәрін осындай үлкен ыдысқа салып, үстінен болгар бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң тұздарын саламыз. Осы 8 кг помидор мен 2 кг бұрышқа мен 4 қасық тұз, 4 ас қасық қант салдым. Огонегіміз қайнатылмайтын болғандықтан аспиринді міндетті түрде қосыңыздар. Мен 10 дана аспирин қостым. Енді бәрін осылай жақсылап араластырамыз. Осы кезде дәмін көрсеңіз де болады. Тұзы аз болса тұз қосыңыздар. Огонекті қақпағы бар ыдысқа жасаңыздар, немесе мен сияқты бетін пленкамен басып, бір түнге қалдырамыз. Мінекей огонегіміз дайын болды. Кішкене көпіршіп, осылай шығады. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Осы кезде тұздарын көрсеңіз де болады. Мен осындай банкаларға құямын, оны жақсылап ыстық сумен жақсылап шайқап алыңыздар. Немесе баклажкаларға құйсаңыз да болады. Мінекей осылай қақпағын жауып, осылай бұрап шығамыз. Мінекей огонектарымыз дайын. Менің помидорым етті болғандықтан қою, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.